Республика күні мерекесі қарсаңында Жетісу облысының Көксу ауданында қарасты Бесқайнар ауылында табиғи газ құбыры іске қосылды. Алдағы аптада аудандағы тағы 3 елді мекеннің тұрғындары көгілдір отынның қызығын көре бастайды. Жалпы Жетісу облысы бойынша бүгінде халықтың табиғи газбен қамтылу көрсеткіші 42% межеге жеткен. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Бұл күнді Бесқайнар ауылының халқы көптен күтті. Міне енді жылдар бойы аңсаған армандар орындалып, көгілдір отынға қол жеткізіп жатыр. Табиғи газдың алғаш қалауын ауылдағы көп балалы аналар тұтатты. Өйткені әр шаңырақтың жылуын сақтап, түтіннің түзу ұшуына ұйытқы болып отырған сол ақжаулықты әйел аналарымыз екені даусыз. Бибігүл Көбегенова 1978 жылдан бері Бесқайнар ауылында тұрып келеді. Жұбайы мен қызы бірнеше жыл бұрын қайтыс болған. Мүгедек ұлы мен марқұм болған қызының артында қалған 3 жиенін жалғыз өзі асырап бағып отыр. Аудан әкімінің өтініші бойынша мердігерлер оның үйіне газды тегін кіргізіп берді. Көмір жағатын біз тонналап, 4 тонна көмір кететін. Күндегісін 3-4 черек көмір жағатынбыз. Көп рахмет айтамын бәріңізге. Бейнеттен құтылдық. Жақсы мына жеңіл жұмысқа кіріп жатырмыз енді. Бұл осымен 4-ші ауыл. Көксу ауданында газға қосылып жатқан. Келесі аптада 18 қазан күні тағы 3 ауылды қосамыз. Жаңа Мәмбет, Жамбыл, Амангелді ауылдарын. Одан кейін жылдың соңына шейін тағы 4 ауылымыз газға қосылады. Сонда жылдың соңына шейін Көксу ауданында 11 ауыл, 11 елді мекен газға қосылатын болады. Жетісу облысы бойынша елді мекендердің көгілдір отынмен қамтылу көрсеткіші 10% межеден енді ғана асты. Ал халық санына шақсақ 42%-ға жеткен. 2025 жылға дейін өңірдегі 5 аудан мен қосқала толықтай газдандырылады. Содан бөлек енді бізде 3 аудан қалып отыр. Бұл Ақсу ауданы, Сарқан ауданы, және Алакөл ауданы. Ояққа магистральный газопровод салу керек. Магистральный газопроводтың жобасы жылдың аяғында шығады. Бүгінгі таңда 80 миллиардтан астам құны шығып отыр. Енді үлкен сума 80 миллиард деген білесіңіз біздің бюджетте. Оны енді республикадан қараймыз, сұраймыз. Аталған 3 ауданның аумағында 66 елді мекен бар. Республикалық бюджеттен тиісті қаржы бөлініп, магистралды газ құбыры тартылса, ондағы ауылдардың бәрін 1-2 жылдың ішінде көгілдір отынмен қамтамасыз етуге толық мүмкіндігіміз бар, деді облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Ернат Бәзіл. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан.